Бүгінгі біздің сабағымыздан сіздер не білесіздер? Егер сабаққа кіруге желание болмай, тыңдауға желание болмай, уақыт болмай, сопротивление болып жатса, онда бұл сіздің миыңыздың сопротивлениесі. Себебі өмірді өзгертем деген кезде миымыз өздігінен сопротивление жасай бастайды. Ми үшін біздің өміріміздегі кез келген неизвестный нәрсе, белгісіз нәрсе ол опасность болып келеді. Опасность деп ойлайды ми. Сондықтан да осы өзіңіздің сопротивлениеңізді, мүмкін жалқаулық, мүмкін әртүрлі ситуациялар болып жатыр, мүмкін балаңыз ауырып жатыр, мүмкін жұмыстан қолыңыз босамай жатыр. Бірақ та мен сіздерге сабақтарды өзіңізді жеңіп, яғни миды жеңіп қарауларыңызды сұраймын. Енді екінші жағдай болуы мүмкін сенімсіздік. Сенімсіздік ол неден болады? Бұған дейін сіз тырыстыңыз өмірді өзгертуге, может өте көп курстар алдыңыз, мүмкін өте көп тренингтен өттіңіз, бірақ ешқандай нәтиже көрмедіңіз. Сондықтан да сенімсіздік мүмкін қалған болуы мүмкін сізде. Мен бәрін жасадым, мен бәрін білдім, мен бәрін көрдім, бірақ менің өмірім өзгермей жатыр деген сияқты сіздерде сондай бір сенімсіздік болса, курсқа деген, мүмкін маған деген, мүмкін өзіңізге деген сенімсіздік болса, сол сенімсіздікті кішкене тоқтата тұрып, осыны жасап көрейін. Енді соңғы рет мен осы курсты алдым, осыны жасайын, техникаларды жасап көрейін. Егер ештеңке болмаса, өткенде айтқандай, миыңызбен договорға тұрыңыз. Егер ештеңке шықпайтын болса, одан кейін мен өмірімді өзгертуге тырыспаймын деген сияқты мименен келісімге келіп алыңыз, өзіңіздің миыңызбенен. Себебі сенімсіздік негізі қайдан туады? Сенімсіздік біздің бала кезімізден келеді негізінде. Себебі көп нәрсені қаладық. Бала болып өмірге келген кезде біз көп нәрсені қалаймыз. Ананы да алғымыз келеді, мынаны да алғымыз келеді, бәрін ұстап көргіміз келеді, бәрін жасап көргіміз келеді. Сол кезде біздің ата-анамыз: "Ей, тоқта, тиме, сенің қолыңнан келмейді, сен жасай алмайсың" деген сөздер біздің бойымызда, біздің бессознательный, яғни түп санамызда программа болып қалады. Оны сіз байқасаңыз да, байқамасаңыз да, ол сіздің ішіңізде тұр деген нәрсе. Себебі бәріміз тағдайдан күшті, прям идеалды отбасынан шыққан жоқпыз да. Бәріміздің ата-анамыз травмированный болды және өзіндегі барын ғана бере алды. Сондықтан да бар күш-жігеріңізді жинап, осы курсты өтсеңіздер, осы иншаллах осы бір жылдың ішінде сіздің арман мақсаттарыңыздың барлығы орындалады. Қалаған өміріңізге жете аласыздар, отношениені түзей аласыздар, табыстарыңызды 2-3 есеге арттыра аласыздар, денсаулықтарыңызды тіпті түзей аласыздар. Себебі барлығы өзімізде, барлығы мен. Енді бүгінгі біздің сабақтан сіз не аласыздар? Бүгінгі сабақтан ананы қабылдағанда сізде не өзгереді? Одан кейін травмалар қалай жұмыс істейді? Денемізде травмалар тәндік уровенде, яғни дене уровенде, дене деңгейінде қалай жұмыс істейді? Және травмалардың біздің арман мақсаттарымызға, отношениемізге, табысымызға байланысы қандай? Соны білесіздер. Үшінші, квантовый әлем жайлы түсінік болады. Осы сабақта мен сіздерге квантовый әлем жайлы түсінік беремін. Мен айнамын, менің айналамдағылардың барлығы айна, мен осының барлығының причинасын деген не екен, яғни үнемі айтатын сіздің ішіңіздегі хал өзгергенде сіздің айналаңыз өзгереді. Осы тақырыпқа терең кіретін боламыз. Одан кейінгі ішкі сенім, яғни өзіңді төмен сезіну, бейшара сезіну, неуверенный сезіну, сенімсіз, өзіңнің бір қолыңнан іс келетініне сенімсіз сезіну, қорқыныш, осы сияқты эмоциялардың түбін табатын боласыздар. Иншаллах осы сабақтан кейін ішіңізде ішкі тірек, яғни внутренний стержень деген пайда болады. Сондықтан да осы сабақты мен сіздерге қайта тыңдауларыңызды кеңес беретін едім. Енді қараңыздар, бұған дейін ата-ананы қабылдауды, родпен жұмыс істедік, обидаларымызды жібердік. Уже сіздерге түсінік келіп жатқан болуы мүмкін. Егер обидамен жұмыс жасаған болсаңыз, сізге уже нақты түсінік келді, что сіздің ата-анаңыз өзіндегі барлық жақсыны, өзінше барлық жақсы деп санаған дүниенің барлығын сізге берді. Ата-ананың сізді ұрысқаны, ата-ананың сізді кемсіткені,
ата ананың сіздің үстіңізден күлгені, ата анаңыз сізге қой жасама, қолыңнан келмейді дегенінің барлығы сізді қорғау үшін, сізді жаңағындай қауіпсіздікте сақтау үшін, сізге жақсы болу үшін, сізді жақсы көргендіктен болғанның барлығын түсіндіңіздер, иә. Тіпті ата анаңыз болмаса да, мүмкін кейбіріңіз бар, ата анаңызды көрмеген, иә, туыла салып, может біреудің туған туыстың жанында өскен, может әкеңіз тастап кетті, может мүмкін шешеңіз тастап кетті, мүмкін қайтыс болып кетті деген сияқты. Егер тіпті сондай жағдай болған кезде бала, кішкентай бала неосознанно ойлайды екен, мені тастап кетті. Бала өзін кінәлайды, ата анасын жақсы көргендіктен. Ата анам мені тастап кетті, мен жаман болғандықтан. Ата анам қайтыс болып кетті, мен жаман болғандықтан деген сияқты бала неосознанно сондай шешімдерді қабылдап алады. Бірақ бұл деген сөз осы обидалармен жұмыс істеген кезде уже сіздерге нақты сенімділік, нақты түсінік келді деп ойлаймын. Потому что үнемі ренжіп жүретін адам ол бала позициясындағы адам, иә. Үнемі біреуден бір нәрсе күтеді, егер болмай қалған жағдайда ол ренжиді. Сол сияқты бала позициясындағы, жертва позициясындағы адамдар өмірге көзқарасы трезво қарай алмайды да, өмірге. Через эмоция арқылы қарай алады. Енді сондықтан да обидаларды барлығын проработка жасаймыз. Тіпті біреу сізді сатып кетсе де, тіпті біреу сізді лақтырып кетсе де, сіз ол адамға деген ренішті жібересіздер. Себебі бұл сіздің сізге ақша келуіне кедергі болады. Бұны ақша тақырыбында, ақша сабағында толығырақ бұл жерге де тоже терең кіретін боламыз. Енді әке-шешені қабылдау, иә. Ананы қабылдағанда сіз өзіңізге деген претензия кетеді. Ананы қабылдағанда сіз өзіңізді қабылдай бастайсыз. Әйелдік табиғатыңызды қабылдай бастайсыз. Кейбір қыздар бар, менің анам бұлай жасамады, менің әкеме бұлай жасаған кезде, осындай отношение жасаған кезде, олардың отношениесі жақсы болатын еді. Менің анам мен қалағандай отношение жасағанда, менің өмірім басқаша болатын еді деген сияқты. Бұл жерде де байқасаңыздар, обида бар. Осы обиданы шығармастан біз өмірімізге жауапкершілікті өзіміз ала алмай, өміріміздің, яғни рөлде келе жатырсыз сіз, иә. Әрбір адам өміріне жауапкершілік алған кезде, яғни рөлді өзіне алады өміріндегі. Сіз қазір біреуге обидаңыз болып, біреуге ренжіп, біреуге жауапкершілікті артып тұрған кезде, сіз автоматически осы рөліңізді, яғни машинаның рөлін просто елестетіңізші. Сіз машинада келе жатсыз, біреуді ренжіп, біреуге жауапкершілік артқан кезде, сіз сол рөлді соған бересіз да. Ананы қабылдау ол өзімізді қабылдау, өзіміздің әйелдік табиғатты қабылдау, өзіміздің әйелдік энергияны қабылдау, нәзік болу, женственный болу, еркелеу, рахаттанып өмір сүру, осының барлығы, жеңіл өмір сүру, өзіңе бар жақсыға рұқсат беру, бұның барлығы ананы қабылдаған кезде келеді. Яғни әйел адам өмірге келгеннен ол рахаттану үшін, өз денесінен, өз өмірінен, қасындағы адамдардан рахаттанып өмір сүру үшін сол мақсатта негізінде өмірге келеді. Әйел адамға қиналып, ақша табу үшін қиналып, өзі ұнамайтын жұмысты жасау, ол әйел адам үшін өте қауіпті. Неге? Себебі әйел адам өзінің қалауына қарсы жұмыс істеу арқылы өз энергиясын, яғни самоуничтожение деген программаны өзінде қосып қойды. Өз қалауынсыз жұмыс істеуге мәжбүр әйелдер, өзі ұнамайтын жұмысты істеп жүрген әйелдердің денсаулығында бірінші отношениесінде проблема болып бастайды. Одан кейін балалармен отношениеде проблема бастайды. Одан кейін уже денсаулықпен проблема болып бастайды. И ол жерде айтпаса да түсінікті, ақшамен де проблема болады. Болады әйелдер, қиналып ақша табатын, отношениесі быт-шыт, балалары сыйламайды, табысы жоқ, денсаулығы быт-шыт, өмірге как будто
тек қиналу үшін ғана, страдать ету үшін ғана келген әйел келген сияқты да. Негізінде Алла ешкімді страдать етсін деп жаратқан жоқ. Сізге бір сынақ келді ма, ол сіздің өсуіңіз үшін. Мысалға, егер маған күйеуім измена жасамаса, мен өз миссиямды таппайтын едім. Сол сияқты әркімнің басына бір сынақ беріледі. Егер сіз өз қалауыңызбен, или осындай курстар өтіп, білім алып, өз қалауыңызбен барып, миссияңызға тікелей баратын болсаңыз, онда сізге сынақ келмейді. Біз өз қалауымызға бара алмаймыз. Біз миымызбен өзімізге ограничение қойып алғанбыз да. Болмайды, ұят болады, жасай алмаймын, қолымнан келмейді, это для меня, не для меня деген сияқты. Мен күйеуім рұқсат бермейді, ел не айтады, тағы сондай өзіміздің миымызбен өзімізге шектеу қойып алып осылай жүрген кезде, бізді Құдай, яғни сондай сынақ беру арқылы бізді сол состояниеден алып шығады. Көп әйелдердің күйеуі измена жасаған, көп әйелдің 98% деп айта аламын, әйелдер өзіне қарамай кеткен, өзіне крест қойып қойған, өзін ұмытқан, өзінің тәніне, өзінің қалауына крест қойған, тек қана күйеуі деп, баласы деп өмір сүретін әйелдерде измена болады. Неге? Себебі Құдай көрсеткісі келеді да, мен сені жараттым ғой, сенің миссияң бар ғой, мен саған миссия бердім да, осы өмірге алып келдім жер бетіне. Сен сол миссиямен жүрудің орнына, сен мен берген өмірге крест қойып, сен күйеуіңнің өмірін сүріп жатырсың, балаңның өмірін сүріп жатырсың деген сияқты. Әр сынақтың астында осындай посыл бар. Әр сынақ келді ма, сізге бір сынақ келіп тұр ма? Ақшамен сынақ келіп тұр ма? Изменамен сынақ келіп тұр ма? Денсаулықпен сынақ келіп тұр ма? Сіз өзіңізге сұрақ қойыңыз, мен не қате жасап жүрмін? Мен не нәрсені өзімнің қалауыма қарсы жасап жүрмін? Мен жанымның қалауына қарсы не жасап жүрмін деп. Сол кезде уже ішіңізден, мимен емес, ішіңізге түсіңіз, жүрекке түсіп, жүректен жауапты алып шығыңыз. Жүректен шыққан жауап ол нақты, шын, истинный жауап, сол жүректен шыққан жауап. Сондықтан да әр әйел қазір анасының өмірін сүріп кеткен, анасының өмірлік сценарийін алып алған, или же күйеуінің орнына отырып алған әйел, барлық қыздар, сіздерге айтамын, сіз ананы қабылдау керексіз. Ананы қабылдаған кезде уже сіздің мышлениеңіз, яғни миыңыз жарыла бастайды. Уже сіз өзіңізге өте көп нәрсеге рұқсат бере аласыз. Және де осындай состояниеде жүрген адамдарда барлық жақсылық, барлық молшылық өздігінен тартылып келе бастайды. Енді келесі бүгінгі тақырыбымыз біздің травмалар қалай жұмыс істейді. Травмалардың біздің өмірімізге, біздің арман мақсатымызға, біздің отношениемізге байланысы қандай? Травмасыз өсіп кетуге болады ма? Травмамен жұмыс істемей-ақ табыс тауып кетуге болады ма? Болады. Ол 3% адамдар. 100% адамдардың ішінде 3% адамдар ғана осылай достигатор дейді ғой. Осылай травмасын өшіріп қойып, алға қарап жылжитын адамдар 3% екен. Ал қалған адамның барлығы өткен өміріндегі алған травмалар. Травма деген негізінде ол не? Травма деген сізге эмоционалды боль алып келген бір ситуация. Енді біздің өміріміз, қараңыздар, көп адам өмірін өзгерткісі келеді, бірақ 90% өзгерте алмай жүр. Неге? Себебі адамдар мына жермен ғана әрекет жасайды, мимен ғана ойланады, мимен ғана әрекет жасайды. Ал біздің денемізде, яғни біздің өмірімізге, қазіргі біздің өмірімізге болып жатқан барлық сынақ, или болмай жатқан барлық жұмыстарыңыз, табысқа байланысты, отношениеге байланысты, самооценкаңыздың төмендігіне байланысты, болмай жатқан барлық дүние ол сіздің эмоционалды боліңізге, яғни ішіңіздегі эмоцияға байланысты. Мынандай мысал келтірейінші. Былай алайық, Ақбота деп алайық. Ақбота отбасында өсті, үнемі оны обесценивать ететін, үнемі ұрсатын, жақсы баға алмаған үшін оны төмендететін, қолынан келмейді деп ұрсатын отбасында өсті. Және оның қалаулары үнемі елеусіз қалды. Бір нәрсені қалады, бір нәрсені сатып алғысы келді, бір жерге барғысы келді, бірақ үнемі ол запрет алып өсті. Осы Ақбота өскен кезде, қараңыздар, өскен кезде ол өзіне деген сенімін жоғалтып алды. Яғни жоғалтып алады. Ішіндегі сезімі, өзін төмен сезіну, бейшара сезіну,
ешкім емес сезіну сезімдері ақботаға, енді қазір ұбт деген нәрсе бар, иә, оқуға тапсыратын кезде мешать етеді. Себебі ішкі сезімдер, ол қорқады, ода тревога болады, ол өте алатынына, сабаққа түсе алатынына, оқи алатынына өзіне сенімсіз болады. Неге? Себебі оны кішкентай кезінде мамасы сондай программамен өсірді да, папасы солай айтты, сенің қолыңнан ештеңе келмейді деп айтты. Енді ақбота тестке келіп тұр, оның ішінде қандай нәрсе болады? Ол тревожиться етеді, ол өзіне өзі күмәнданады, ол өзіне өзі сенбей бастайды. Оның нәтижесі қандай болады? Енді сондай тревожный состояниеде, күмән состояние, сенімсіз состояниеде енді ол тест тапсырса, тіпті біліп тұрса да ол дұрыс тест тапсыра алмайды. Себебі оны эмоция басқарып кетіп тұр. Иә, ол дәл солай оқуға түсе алмай қалуы мүмкін да. Енді осындай ішінде эмоциялары бар адам, ол жұмысқа барса да сондай сезім сезінеді. Ақша тапқысы келсе де ол өзіне сенбейді. Отношение құрғысы келген кезде де ол өзіне сенбейді. Өзіне сенбегендіктен ол өзіне лайықты жігітті таба алмайды. Оған кім қарайды, соған иә деп кетеді. Кім жылы сөйлейді, соған еріп, соның артынан еріп кете береді. Осындай адам, яғни травмированный адамның ішінде ішкі опора деген нәрсе болмайды. Енді түсіндіңіздер деп ойлаймын, иә, ішкі сезім, ішкі эмоция қалай жұмыс істейтінін. Енді қараңыздар, ішінде осындай қорқынышы бар, өзіне сенімсіз, үнемі қайғырып жүретін, үнемі мұңайып жүретін әйел деп есептейік. Ақбота тұрмысқа шықты деп есептейік, иә, ол ішіндегі травманы әлі емдеген жоқ, әлі жіберген жоқ. Еще оның ішінде қорқыныш бар. Неге? Себебі әкесі бала кезде мамасын ұрған болуы мүмкін. Әкесі бала кезде Ақботаны ұрған болуы мүмкін, жазалаған болуы мүмкін. Ақботаның ішінде сол қорқыныштар, яғни ол мименен оны ұмытып кеткен, оның өткенінде қалып кетті, иә. Қазір 20 жыл, 25 жасқа келген болса Ақбота, мен мысалға айтып жатырмын. Соның ішінде сол сезімдер бар. Оның ішінде өте көп реніш бар, әкесіне деген, шешесіне деген өте көп реніш бар. Енді ол тұрмысқа шығады, тұрмысқа шыққан кезде негізінде подобное притягивает подобное дейді. Яғни Ақбота ішіндегі травмалары, басындағы установкалары, сенімдері ұқсас адамды ол өзінің өміріне тартады. Тіпті ол ондай адамды тартпаған күннің өзінде, қараңыздар, ол тіпті мүмкін өте жақсы жігіт болған күннің өзінде көп қыздардың сұрағы осындай, иә. Қараңыздар, сіз тұрмысқа шыққан кезде күйеуіңіз басқа адам болды да, уақыт өте келе күйеуіңіз өзгеріп кетті. Неге? Себебі адамның ішіндегі сенімдеріне байланысты алдыңыздағы адамдар өзгереді. Енді Ақботаның ішінде қорқыныш бар, сенімсіздік бар, тревога бар, реніш бар басты. Енді ішіндегі сезімді күйеуі оған отражение ретінде көрсетіп жатыр, иә. Сенімсіз өзіне, тревогасы көп. Ақбота не істейді енді? Тұрмысқа шыққан соң бәрі нормальный болса да, жаңағындай ол өзін солай сезінеді. И сол ішіндегі сезіміне байланысты күйеуі оған отношение жасай бастайды. Яғни ішінде реніші бар Ақбота, иә, ішіндегі ешқандай эмоцияны, травманы проработка жасаған жоқ, бірақ ішінде реніші бар. Енді күйеуі не істейді? Бұны ренжіте береді. Неосознанно. Ол деген сөз оның күйеуі жаман дегенді білдірмейді. Қараңыз. Енді егер Ақботаның басында программа болса, барлық ер адамдар ұрады, барлық ер адамдар эгоист, барлық ер адам измена жасайды деген сенім болса, оның күйеуі сол нәрсені қайталайды. Еркектік табиғат, әйелдік табиғат деп жатамыз. Бұл сізде қашан болады? Және не үшін кейбір әйелдер, кейбір еркектер өзін еркек ретінде ұстай алмайды, өзін әйел ретінде сезіне алмайды? Неге? Сол туралы қазір кішкене түсінік айтып кетемін. Қараңыздар, кішкентай кезінде кішкентай қыз баланы, иә, өзін ер адам, әйел ретінде сезіне алмайтын әйелдердің ішінде травма болады. Ол қандай травма? Сен қызға ұқсамайсың, қыз сияқты қылығың жоқ, саған көйлек жараспайды, сен әдемі емессің, сенің түрің біртүрлі, сенің түрің әкеңе ұқсап кеткен, сен еркек сияқты жүресің, ер бала сияқты.
сенің іс әрекетің әкеңе ұқсайды деген сөздің барлығы қыз баланың, кішкентай баланың миында программа қалыптастырады. Мен әйел болуға лайықсызбын, мен әйел емеспін. Кішкентай бала осы сөзден кейін, осы сөздерден кейін өзінің табиғатына қарсы жұмыс істей бастайды. Или же қараңыздар, менде бір қыз болды, терапияға келген, ол әйелдік өзінің әйел екенін қабылдай алмайды. И ода болезненный месячный, өте ауырып келеді. Барлық жерге қаралдым, барлық витаминдерді іштім, барлық емді алдым, бірақ нәтиже жоқ деп келді. Проработка барысында, яғни терапия барысында анықталғаны, оған месячный алғаш келген кезде оған мамасы өте жиіркене қарапты, отвращениемен қараған. Сол кезде қыз қабылдап қалған, менің әйел болуым это отвращение, менің қыз болу это ужасно, әйел болу ол өте қиын, қыз болу ол өте қиын деген сияқты программамен өскен, яғни өзінің әйелдік табиғатына крест қойған, яғни қабылдамай тастаған, жауып тастаған. Терапиядан кейін уже оның, қараңыздар, 32 жастағы қыздың жаңағындай месячный тоқтап қалады, бала көтере алмай жүр. Себебі оның денесі өзін ер адаммын деп санайды. Елестетіп көріңізші, әйел адамның денесі өзін неосознанно ер адаммын деп санайды. И оған келген болезненный месячный бара 32 жасында месячный тоқтап қалады и бала сүйе алмай қалады. Неге? Себебі оның психикасында қалған боль бар, яғни травма бар. Сондықтан да кейбір қыздар, жақындық кезінде ауырсыну сезінетін, жақындық кезде отвращение болатын, жақындық кезде ашыла алмайтын, өзін көрсете алмайтын, рахат ала алмайтын қыздар, егер араңызда осындай болса, онда травманы барып қарайсыздар. Өзіңіздің басыңыздан өткен, тіпті анаңыздың сізге көрсеткен мимикасы, тіпті сіздің адресіңізге айтылған бұл қыз сияқты жоқ, қыз сияқты жүрмейді, бұл ер бала сияқты, бұған көйлек жараспайды деген сөздер мүмкін, мүмкін сізге травма болып қалған болуы мүмкін. Сондықтан да осы травма жағын барып қарайсыздар. Және ананы қабылдау. Бізде көп жағдайда әйел адам ер адамның рөліне өтіп кетеді. Яғни анасын қабылдай алмайды. Анасын қабылдай алмағандықтан ол мен өзін достигатормын. Или әкесін қабылдай алмағандықтан қыз бала, әкесі слабый, көз алдында әкесі слабый болған, ешқандай жетістікке жетпеген, сондай көз алдында әкесі слабый болған кезде қыздың басында мынандай ой болады: я докажу, я сильная. Или мамасын слабый көрген, мамасын жалкий көрген қыз бала, я докажу, я сильная деген сияқты сондай өзіне өтірік мотив қойып алады. Ол деген өтірік мотив арқылы сен өзіңнің энергияңды просто құртып жүрсің деген сөз. Энергияңды просто быт-шытын шығарып жүрсің деген сөз. Өзіңнің әйелдік табиғатыңды қабылдай алмай жүрсің деген сөз. Достигатор ол кімдерге? Ол ер адамдарға ғана. Егер ер адамдарда әкесін қабылдай алмау болса, я докажу, мен әкемнен күштімін деген әкесіне деген сыйлас құрметсіздіктің барлығы сіздің өміріңіздегі табысыңызға да, отношениеңізге де ол әсерін береді. Себебі қараңыздар, ер адамға әкесіне ренжіп өскен қыз, ол слабый еркектерді қабылдай алмай қалады. Әкесі мықты болған, или же әкесі мықты болған анасын қабылдай алмайтын қызда слабый еркектерді қабылдамайды. Слабый еркек деп көреді. Яғни нормальный ер адамды, нормальный отношение жасайтын ер адамды ол слабый ер адам деп қабылдамайды, оны менсінбейді, оның өзі теңі көрмейді. Және осындай мүмкін абьюзерлік отношениеде өскен қыз, мамасы абьюзер болды, папасы абьюзер болды, ол қыз тоже өмірінде сондай абьюзер адамды тартуы мүмкін. Менде бір қыз терапияда болды. Жүріп жүрген жігіті бар, жігіті өте жақсы, барлығын алып береді, айтқанын жасайды, пікірімен санасады.
сыйлықтар сыйлайды, жақсы ухаживать етеді. Сол қыз айтады да жаңағындай, и ол қыз жүріп бір жігітпен танысады. Ол кәдімгі абьюзер жігіт. И терапияға келеді. И айтады жаңағыдай, мен мына жігітім жақсы дейді, өте жақсы дейді, барлық айтқанымды жасайды, қымбат сыйлықтар береді, мен қалаған жердің барлығына апарады, менің пікіріммен санасады, бірақ почему-то ол жігіт маған ұнамай бастады. Екінші жігіт бар, көп нәрсеге запрет береді. Получается, ол жігіт қыз болып жүріп жатқан жоқ, просто сөз салып жүр, бірақ та ол жігіт көп нәрсеге запрет береді. Сондай мықты, кез келген адаммен как попало сөйлеседі, как попало болғанда қалай неуважительно барлық адаммен отношение жасайды. Және машина айдаған кезде жолда машина айдап жатыр дейді да, и алдына біреу кесіп өтіп кетті, и анау тұрады да резко тормоз басты да жүгіріп барып ананы тоқтатып, алдынан өтіп барып, жаңа қыздың айтуы бойынша, жаңағы алдын кесіп кеткен машинаны қуып жетіп тоқтатып, ана кісіні барып ұрды дейді да. Это так мужественно деп қызығып айтып отыр да ана қыз. И мен сұрақ қоямын, жақсы, мынау сізге ұнайды, иә, мына жігіт сізге ұнайды, мына жігіт ұнамайды екен. Енді қараңыз, несімен ұнамайды мына жігіт? Иә, бірінші өзіңнің жүріп жүрген жігіттің несімен ұнамайды? И ол айтады, білмеймін дейді, мен түсінбеймін дейді, несімен ұнамайтын, бірақ уже отвращение болып жатыр дейді. Ал мына жігіт мені қызықтырып тұр, мені тартып тұр. Бұл жерде қыздың психикасы бұзылған. Бұл деген сөз, яғни қыздың психикасы бала кезде сынған, бұзылған деген сөз. Яғни оның и сұрақ қоямын, кімге ұқсайды жаңағы жігіт? Екінші жігіт кімге ұқсайды? Қандай характері сізді тартып тұр? Иә, сол кезде қыз айтады, ол жігіт мужественный. Қандай? Мужественный, иә, ер адамға тән қандай қасиет көріп тұрсың? Ол резкий, өзінің намысын қорғай алады, өзіне тұрып бере алады, айтқанын істетеді, менің пікіріммен көбінде санаспайды, келем деп келмей қояды, иә, жұмыста істеген, 10 минуттан кейін барам дейді екен да, уақытысында келмей қояды, басқа планым шығыпты деп, бұны отмена жасап кетеді. Соны айтады жаңағындай. И сұрақ қоя келе, қыздың әкесі сондай болғанын ана осознала. Не айтады, менің әкем, оказывается, жаңағындай сондай екен. Менің мамамның пікірімен санаспайды, мамамды құрметтемейді, ешкімді құрметтемейді. Получается, туған туыстардан ешкімді прям құрметтеп, жаңағындай көрмейді. Өзінің айтқанын жасайды үнемі, және бізге өте суық болды. Бізге суық отношение жасады. Мен ешқашан әкемнің мені жақсы көрем дегенін, или же алтынай молодец деген сөзін естіген жоқпын дейді. И сол әкесінен ала алмаған мейірімді, яғни қыз тұрып соған ұқсайтын жігітті көрген кезде, и ана жігіт басында жақсы сөйлейді, сол кезде миы тұрады да Алтынайдың. Мынау, яғни жаңағы жігіттің орнына әкесін қойып алды. Бұл деген сөз, бала кезде толтыра алмаған махаббатты, бала кезде ала алмаған махаббатты қыздың психикасы сол адам деп, жаңағыдай именно сондай адамды, абьюзер адамды өміріне тартып тұр. Яғни бұл жерде не закрытый гештальт. Осы нәрсені де алдағы техника арқылы проработка жасайсыздар. Яғни бұның өзі травма. Әке-шешесінің махаббаты жетпеген бала, қыз бала болсын, ұл бала болсын, ол неосознанно өміріне тура мамасы ұқсаған абьюзерді, әкесі ұқсаған абьюзерді тартады. Чтобы сол бала кезде ала алмаған махаббаттың, пустотаның орнын толтыру үшін. Мен ала алмадым, қазір мен толтырам, қазір махаббатын алам деген сияқты 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл неосознанно ұйқылда, көзі жабық, санасы оянбай өмір сүріп жатқан адамдар көп. Енді қараңыз, енді тіпті сіздің тұрмысқа шыққан жігітіңіз жақсы болған күннің өзінде, егер сізде абьюзерный отношениеден шықсаңыз бала кезде, сіздің тапқан жігітіңіз, сіздің тапқан қызыңыз өте керемет, идеальный адам болған
болғанның өзінде уақыты келіп ол өзгеретін болса, бұл сіздің ішіңіздегі программаның, яғни нәтижесі. Ол қандай программа? Яғни сіз бала кезде көрдіңіз әкенің суық отношениясын, әкенің неуважительный мамаға деген отношениясын, әкенің наказаниясын көрдіңіз, әкенің сіз қолдамағанын көрдіңіз. Сіздің миыңыз неосознанно отношение деген осындай болу керек деп қабылдап қалды. Әйел адам өзін осылай ұстау керек деп қабылдап қалды. Сондықтан да осы нәрселердің барлығымен бұйырса жұмыс жасаймыз. Жаңа айтып өткендей, сіздің алдыңыздағы адам тұрмыс құрғанға дейін басқаша адам болып, тұрмыстан кейін, отбасы болғаннан кейін 180 градусқа өзгерген болса, бұл да сіздің ішіңіздегі программаға байланысты. Яғни бұл нәрсені мойындамасаңыз да, дәл қазір қабылдай алмауыңыз мүмкін, дәл қазір отрицать етуіңіз мүмкін. Бірақ та бұл ғылыми түрде дәлелденген заңдылықтар, эксперимент нәтижесінде анықталған, дәлелденген заңдылықтар. Сондықтан да бұмен келіспеуге шараңыз жоқ. Қараңыз енді. Биохимиялық реакция. Яғни сіздің ішіңізде травма болса, биохимиялық реакция қалай жұмыс жасайды? Тіпті травма болмаса да. Байқасаңыздар, бір қыздар болады, өте сұлу, өте әдемі, бірақ тартпайды өзіне тартпайды. Оған ешкім қызықпайды. Бір қыздар болады, қараңыздар, бұл жерде кішкене про отношение. Бір қыздар болады, өте айтарлықтай сұлулығы жоқ, бірақ өте сүйкімді, адамды өзіне тартып тұрады. Бұл қалай жұмыс істейді енді? Бір қыздар бар, сексуальная деп жатады ғой. Сексуальная. Бұл қалай жұмыс істейді? Отношениеге кішкене кіреміз, отношениеге тоқталамыз қыздар. Енді сіздің, егер сіз біреуді тартпасаңыз, или же сіз өте бір сексуальная ел болсаңыз, бұл деген сөз сіздің денеңізде сондай химиялық реакция болып жатыр. Ол қалай жұмыс істейді? Біз айтамыз, мен айтып жатырмын, бізде 7 тело бар деп. 7 тело бар. Яғни біз көрмейтін, біз көретініміз, біз мойындайтын бұл біздің физический тело ғана. Енді біз көрмейтін 6-7 тело бар. Енді биохимиялық реакция қалай жұмыс істейді? Закон зеркала қалай жұмыс істейді? Сіз өзіңіз ішіңізден өзіңізді мен сүйкімдімін, мен тартымдымын деп сезінетін болсаңыз, мен кереметпін, мен сұлумын деген ішіңізде сенім болса, сол басыңыздағы, мидағы сенім денеде химиялық реакция ойнатады. Яғни сіздің денеңізден сондай вибрация шығып тұрады. Сізді көрген адам, тіпті сіз сұлу болмасаңыз да, солай түсіндірейінші, тіпті сіз сұлу болмасаңыз да, бірақ та ішіңізде өзіңізге деген сенімділігіңіз мықты болса, мен сұлулы екендігіңізге, сүйкімді екендігіңізге, тартымды екендігіңізге ішіңізде нақты сенім болса, сол сенім, яғни сол ми сіздің денеңізде биохимиялық реакция жүргізеді. Яғни сіздің денеңізден, яғни біздің, может 4-ші, может 5-ші сондай теломыз сондай вибрирует, сонымен дірілдеп тұрады, яғни сол толқындарды шығарады. Мен сүйкімдімін, мен тартымдымын, мен сексуальнаямын деген. Сол вибрацияны біз мына санамен, яғни 5% санамен біз бұны түсінбейміз, көре алмаймыз. Бірақ та екінші адамның сол 5-ші, 6-шы телосы, именно сол толқындарды қабылдайтын телосы оны көре алады, оны сезе алады. Яғни мен өзімді сүйкімді деп санасам, сенсем соған, менің миым, қайталап жатырмын, чтобы түсінікті болу үшін, менің миым менің денеме сондай команда береді. И сол арқылы менің денемде биохимиялық реакция жүреді. Сол биохимиялық реакция нәтижесінде менің телом сол толқындарды шығарады. Енді мына жерде тұрған жігіт сол толқындарды сезеді. Ол өзі түсінбейді, не үшін мына қызға тартылып тұрғанын, не үшін мына қызға
сондай бір ғашық болып тұрған, не үшін мына қыздың қасында болғысы келетінін екінші адам түсінбейді. Себебі ол тонкий энергетический телосы арқылы сол толқынды қабылдап тұр. Сол толқынды қабылдап, оның денесінде тоже биохимиялық реакция жүреді. Яғни ғашық болу сезімін оятады. Бұл солай жұмыс істейді. Енді қараңыздар, измена көріп жүрген қыздар, отношениясы жаман болып жүрген қыздар, отбасылық өмірде не үшін ұрса берейін, не үшін біздің отношение болмай жатыр деген сұрақта жүрген қыздар, не үшін мені сыйламайды күйеуім, не үшін маған сондай сыйлықтар бермейді деп жүрген қыздар, не үшін маған измена жасап жатыр деген қыздар. Енді сіздің денеңізден, яғни измена көріп жүрген қыздар, сіздің денеңізден я никчемная деген ой болса ішіңізде, сондай сезім болса, енді представьте, сіздің денеңізде қандай толқын бөлініп жатыр. Көбінде изменадан кейін әйел адам өзінің самооценкасын өте түсіріп алады. Сол самооценка түскендіктен ол басында шешімдер қабылдай бастайды. Менің күйеуім маған измена жасады, яғни мен бейшарамын. Значит, мен әдемі емеспін. Значит, мен қартайып қалдым. Значит, мен сүйкімді емеспін деген сияқты өзіне сенім қабылдайды. Сол сенім денеге биохимиялық реакцияға команда береді. Биохимиялық реакция сол толқындарды денеңізден бөліп шығарады. Сол толқынды екінші адам қабылдайды. Егер сіз мен я сексуальная, мен бейшарамын деген толқын жіберетін болсаңыз, екінші адам сол толқынды қабылдау арқылы сізге дәл сондай отношение жасайды. Яғни сізді оскорблять етеді, сізді төмендетеді, сізді бағаламайды. Осы закон зеркала деген енді түсінікті болып жатыр, сосын мынандай нәрсе. Мына әлемде дейді, ешкім жоқ дейді. Менен басқа ешкім жоқ. Елестетіңізші, сіздің мына әлемде сізден басқа ешкім жоқ. Мына айналамдағы заттың барлығын мен өзім создавать етіп жатырмын. Яғни мынандай нәрсе бар. Біз Құдайдың, Алланың бір бөлшегіміз. Құдайды әркім өзінше елестетеді. Менің ойымша, менің елестетуімше, Құдай, Алла ол үлкен энергия. Ол ештеңке емес, ол жаралған жоқ, ол туылған жоқ, және ол өлмейді де, ол мәңгі тұрады. Ол үлкен энергия. Сол энергиясынан бізге кішкентай бөлігін берді. Яғни біздің подсознаниямыз, біздің жанымыз, рухымыз. Сондықтан да қазір сіз әлемді қалай қабылдайсыз? Сіздің адамдарға деген отношениеңіз қандай? Сіз өз әлеміңізді қалай құрғыңыз келеді? Сіз соны жасай аласыз. Себебі осындай шет елдерде осыдан 30 жыл алдын бұны дәлелдеп қойған уже. Біз әлемде жалғызбыз, және менің айналамдағы заттың барлығын, физический заттың барлығын мен өзім создавать етіп отырмын. Осознанно, саналы түрде и неосознанно, бейсаналы түрде мен өзім создавать етіп отырмын. Бұл философия сияқты көрінуі мүмкін, бұл шындыққа жақын емес көрінуі мүмкін, бірақ мен осыны білген кезде, қараңыздар, мен тестировать етіп көрдім. Мен кроссовка алғым келіп жүрді. Қараңыздар, осыдан 5-6 жыл алдым, кәдімгідей брендовый Зараның или басқа брендтердің кроссовкасын мықты магазинге барып кроссовка алғым келіп жүрді. Ол кезде мен декреттемін, қолымда ақша жоқ. И каждый раз барамда мен кроссовка таппаймын. Каждый раз барамда өзіме ұнайтын кроссовка таппаймын. И бір күні мен ниет қылдым. Осы жерде ниет қылдым, жүрекпен ниет қылдым. Мен барайын да, мен кроссовки алайыншы деп. И мен барамда Зараға барсам, тура сондай ниет қойып барғаннан кейін тура маған ұнайтын түсі, формасы, фасоны барлығы тіпті мен үшін жаратылғандай. Размері, сол бір ғана размер қалған, 37-ші размер. Сол кезде мен шок болдым. Кішкене легкий шок дейді ғой, сондай болдым, потому что сол кезде түсіндім да,
оказывается мен өмірімдегі барлық нәрсені мен өзім создавать ете білгенмін ғой. И біздің район аэропорттың районы. Мектепке барамыз, садикке барамыз. И бір күні жүрмін да, блин, мына жерде бір кофе болса, өзім латте кофені жақсы көремін қатты. И ойладым, мына жерде бір кофе болса да, құйып ішіп кететін, сабақ садикке барғанда, қайтқанда, мектепке барып қайтқанда или магазинге келген кезде деген сияқты просто ой болды, просто ішкі қалау болды. Содан кейін 1-2 аптадан кейін жаңағы магазин бар бізде, үлкен супермаркет, соның ішінде сондай кофе тұр. Представляете? Сол кезде мен түсіндім, что біздің өміріміздегі, яғни менің әлемімде тек мен ғана бармын да. Қалғанның барлығын, тіпті мына студияны, тіпті мына лампаны, мына телефонды, барлығын, тіпті мына кофтаның өзін, рубашканың өзін мен өзім создавать етіп отырмын. Яғни мен Алланың бір бөлшегімін. Және Алланың мейірімділігі сондай, ол бізге барлық таңдауды берді. Енді сіздерде сұрақ болуы мүмкін, иә? Егер мен барлығын өзім жасайтын болсам, не үшін мен қарызға баттым? Не үшін менде жаман отношение? Не үшін мен қиналып өмір сүріп жатырмын? Себебі сіз осылай қиналып өмір сүруге дағдыланып қалдыңыз. Яғни ішіңіздегі эмоциялар, жаңағы айтқан биохимиялық реакциялар, оның барлығы сіздің тәніңізде, памятта, сіздің тәніңіз есінде сақтап қалды. И бала кезіңізде көрген бүкіл ситуациялар, бүкіл сезімдеріңіз, бүкіл непрожитый эмоцияларыңыздың барлығы сіздің тәніңізде болғандықтан, қазір сіз мимен түсінгенмен өміріңізді өзгерте алмай жүрсіз. Неге? Себебі бұл памяттың барлығы сіздің тәніңізде қалып қойды. Және де пока біз оны проработка жасамай, пока эмоцияларымды тәнімізден шығармай, сол өткен шақтағы алған, өткен шақтан қабылдаған, біз қабылдап қалған, біз өзімізді жертва ретінде қабылдап қалған, мен бейшара болғандықтан деп сезінген, или бір ситуация болды, сіз ұялған сезімнің барлығын сіз сол кезде бала миыңыз проживать ете алған жоқ, ол түсіне алған жоқ, қалай шығару керек, қалай прожить ету керек. Сол комок болып сіздің денеңізде, памятыңызда қалып қалды. Енді өміріңізді өзгерту үшін осы денедегі бүкіл травмаларды шығарамыз. Яғни денемізде қалып қойған, денедегі, памяттегі бүкіл өзімізді төмен сезіну, бейшара сезіну, ұялу, қорқу, тревога, паническая атака деп жатады, жек көрініш, обида, барлық сезімдерді денеңізден шығарасыздар. Оны қалай шығарамыз? Оны техника беріледі арнайы сізге, сол техника арқылы шығарып өзгертесіздер. Бізде 2 ми болады: рациональный мозг и эмоциональный мозг. Рациональный мозгпен біз түсінеміз да, что алға қарап жылжу керек екенімізді, бір жұмыс бастау керек екенімізді, бизнес бастасақ күшті ақша түсетінін, мынаны жасасаң күшті болып кететінін, былай жасасаң нәтижеге жететініңді рациональный мозгпен түсінеміз. Бірақ біздің эмоциональный мозг, яғни эмоциональный мозг это только ми ғана емес, ол бүкіл тәнде тұр. Біздің эмоциямыз соны жасауға, бірден барып бизнес ашып кетуге, бірден барып отношение күшейтіп кетуге бізге жол бермей, бізді ұстап тұрады. Неге? Себебі сіздің денеңізде сол биохимиялық реакция жүріп жатыр. Яғни денеңіздің памятында сол реакцияның барлығы қалып қойған. Сондықтан да сіздің өзіңізді төмен сезінуіңіз, бір нәрсе бастай алмауыңыз, жақсы ақша тауып кете алмауыңыз, жақсы ақшаға табуға сенімділігіңіздің жоқтығы, ол сіздің ішіңіздегі программа мен эмоциональды болдар. Соның барлығын біз проработка жасаған кезде уже сіздің денеңіз уже басқаша реакция бере бастайды. Сіз өзіңізге уже сене бастайсыз. Яғни ми сенсе, қазір мен сізге 2 этажный үй аласың 1 айдан кейін дейтін болсам, сіз сенбейсіз. Сізде уже миыңыз уже ойлай бастайды, қайдан келеді? Мен
ақшам мынандай, менің зарплатам мынандай, менде еще мынаған төлеу керек, мынаған төлеу керек. Миыңыз сізді уже алып қаша бастайды және реакция болады денеңізде. Это невозможно деген. Осындай толқындарды сіз шығарып жатқанда денеңізден, миыңыздан сізге жақсы, позитивті, күшті, жақсы оқиғалар молшылық өздігінен тартылып келе қоймайды. Сондықтан да бүкіл проработка жасаймыз, денемізден шығарамыз. Ата-ананың сценарийін қайтарып бердіңіздер деп ойлаймын. Ата-анадан родтан алған программаларды уже проработка жасадыңыздар, родты проработка жасадыңыздар, ата-ананы қабылдадыңыздар. Енді денедегі эмоциялармен, денедегі биохимиялық реакция деп отырғаным ол сіздің денеңізде қалып қойған травмалар. Яғни ол қандай травма болуы мүмкін, оны қалай проработка жасайсыздар. Мысалға мен қазір көшеде келе жатырмын, мысалға, и маған біреу келіп айқайласа, мен қалай сезінемін өзімді? Или же мен бір жерге барып жұмысқа тұруым керек, бірақ мен өзімді төмен сезініп тұрмын, бейшара сезініп тұрмын, сенімсіз сезініп тұрмын. Сол реакция мен адамның алдына баратын болсам, мені жұмысқа алушының алдына баратын болсам, сол мен аузыммен ештеңе айтпасам да, менің денем, яғни денемнен шыққан биохимиялық реакциялар уже оған жеткізіп қояды, что мен өзімде сенбей тұрғанымды, менің қолымнан келмейтіндігін, және де сол эмоция менің ішімде тұрған кезде менің даусым, тіпті менің теломнан уверен, сенімді дауыс шықпайды. Уже ана адам сіздің қолыңыздан келеді, келмейді, соны тело арқылы ол қабылдап қойды және сізді жұмысқа алмауы мүмкін. Сондықтан да кез келген ситуацияда қараңыз, қалай проработка жасайсыздар? Бірінші, мақсатқа, алдымызға мақсат қоймауыз бұрын, арман қоймас бұрын, ақшаны проработка жасамас бұрын, сіз өзіңіздің ішіңіздегі эмоцияларды проработка жасап бастайсыздар. Тело барлығын помнит. Тело, ми ұмытқанменен біздің денеміз барлық ситуация, барлық травма, барлық жаңағындай жақсы да жаман да ситуация, оқиғалардың барлығы біздің теланың есінде. Сондықтан да қараңыз, егер сізге қазір көшеде біреу айғайлады, или тағы бір ситуациялар болды, или біреуді көрдіңіз, сіз алғыңыз келіп жүрген қымбат сумканы алған, сол кезде сіздің ішіңізде эмоциялар ояна бастайды. Сол эмоцияларды просто көшеде кетіп барасыз, просто өзіңізге миыңызға түртіп аласыз. Мен қазір не сезініп тұрмын? Өзіңізге сұрақ қоясыз, мен не сезініп тұрмын? Ұялу, тревога, қорқыныш, өзімді бейшара сезініп қалдым. Миыңызға галочка қойып алдыңыз да, или телефоныңызды ашып жазып алыңыз. Мен қазір ананы көрген кезде, или менің подружкам мықты машина алып кетті, оны естіген кезде менің өзімді төмен сезініп қалдым, бейшара сезініп қалдым, тағы қандай сезімдер, соларды жазып аласыз да, и сол сезімдер арқылы өткеніңізге бара аласыз. Яғни сіздің түп санаңыз бен сіздің телаңыз барлық травманы помнит. Сол арқылы сіз өткеніңізге бара аласыз. Бұның арнайы техникасы деп берілді сізге, чтобы сізге түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Дәл осылай өміріңізде болып жатқан, сізге ұнамсыз барлық ситуацияны дәл осылай проработка жасайсыздар. Енді бұл жерде ақшаны қалай проработка жасаймыз? Ол туралы да техникада берілген. Қараңыздар, маған ақша келсін деп проработка жасамаймыз бұл техника арқылы. Бұл техника арқылы менде осынша ақша болса, мен өзімді қалай сезінетін едім деген сұрақтар арқылы түбін табасыздар. Өзімді осылай сезінетін едім. Мысалға, менде миллион болса, мен өзімді осылай сезінетін едім. Егер қазір менде миллион жоқ, мен өзімді қалай сезінемін? Бейшара, тағы сезімдерді жазып алдыңыз, и сол арқылы проработкаға кіресіз. Ақша сферасы осылай проработка жасалынады. Отношения сферасы қалай проработка жасалынады? Мен күйеуімнің алдында өзімді қалай сезінемін? Или қалай сезінуді қалаймын? Идеальный ситуацияны жазып аласыздар. Мен күйеуімнің алдында өзімді еркін сезінгенді, сұлу сезінгенді, бағалы сезінгенді қалаймын деп жазып аласыз да.
Ал қазір менде ондай жоқ қой, иә, мен күйеуіме күнде ұрысып жүрмін. Сол кезде не сезініп жүрмін? Өзімді керексіз сезініп жүрмін, маңызсыз сезініп жүрмін деген сияқты травмалар, яғни денеңіздегі эмоциональный больдар осылайша проработка жасалынады. Сіздерге техника беріледі, осылай проработка жасайсыздар. Әлемнің заңдылықтары, травмалар қалай жұмыс істейді, денеміз қалай жұмыс істейді, біздегі 7 теланың өзінің, әрқайсысының өзінің қызметі бар. Когда адам травмированный болған кезде, травмасы, обидасы өте көп болған кезде, оның аурасы тесік болады. Яғни сіздің телаңыз сізді дұрыс қорғай алмайды. Сондықтан да бірінші ми арқылы шешім қабылдаймыз. Ми біздің денемізге команда береді. Сол арқылы денеміз құрылады. Яғни бір құрылымға келеді. Пазлдар сияқты жиналады. Сол мен сенімдімін өзіме дейтін болсам, миыма, денеміз сол сенімділікті толқын арқылы шығаратын болады. Барлығын түсінікті деп ойлаймын, қыздар. Яғни енді ішкі тірек, ішкі сенім қашан пайда болады сіздерде? Осы травма, осы техника арқылы сіз өзіңіздің ішіңіздегі ішкі опораңызды таба аласыздар. Және тағы бір мынандай нәрсе, өзіңізге отырыңызда сұрақ қойыңызшы: менің қазіргі эмоциональный жасым қаншада? Мен осыдан біраз жыл алдын өзіме сұрақ қойған кезде, менде шықты менің жасым 7-де деген. Бәріңіз сұрақ қойыңыздар, бәріңізде жауап шығады. Ми, яғни түп сана автоматты түрде жауап береді. Осы техника арқылы сіз отношениеде проработка жасай аласыз. Сіз ақшаны да проработка жасай аласыз. Сіз самооценканы да проработка жасай аласыз. Сіз өміріңізді де өзгерте аласыз. Себебі менің қолымнан келмейді, маған жету қайда деп миыңыз айтып тұрған кезде, сіз оған ешқашан жете алмайсыз. Сіз көбірек армандауға, яғни жаңағы айтып кеткендей, менің айналамдағы барлық физический, материалды заттардың барлығын мен өзім создавать етіп жатырсам, яғни мен өзімнің өмірімде үлкен ақшаны да создавать ете аламын. Өзімнің өмірімде қымбат машинаны, қымбат үйді де мен өзім жасай аламын. Мен қалаған отношениені де өзім жасай аламын. Деген сияқты сіз басты нәрсені осы жерде ұстаңыз, потому что тағы да айтамын, бұл экспериментпен дәлелденген заң, неше түрлі физикалық заңдармен дәлелденген техникалар, ғылым. Бұл философия емес, бұл сіздерге мотивация емес, бұл алынған осы заңдылық арқылы, осы техникалар арқылы адамдар, мыңдаған адамдар өмірін өзгертіп жатқан ғылым. Сондықтан да бұны аласыз просто, және өміріңізде қолданатын боласыздар. Және бұл техниканы тағы не нәрсеге қолдануға болады? Егер сіздің өміріңізде бір ситуация қайталана берсе, ұқсас ситуация, менде бір қыз болды, үй алғысы келеді, үй ала алмай жатыр. Мемлекеттік жұмыста істейді, мұғалім, және өте көп мүмкіндіктер келеді үй алуға. Бірақ почему-то бұл ала алмай қала береді. Соның түбін қазсақ, яғни түбін қазған кезде, жаңағы қыз 18 жасында үй алуға мүмкіндік туады сондай. Сөйтіп документтерді жинап, кәдімгідей күшті болып жүрген кезде, мынандай нәрсе болған екен, бүкіл туған туыстан, что осы қыздың жағдайы үй алуға, өзінің жұмысы, жағдайы үй алуға рұқсат бермейді. Бұл қыздың жағдайы нашар деген сияқты туған туыстан сондай бір қолхат сияқты керек болған екен. Бұл жанталасып елдің бәріне, туған туыстың барлығына барып қолхат алғысы келеді. Сол кезде бір үлкен әже бұған қатты ұрсып беріпті. Сен не, үйде өлесің ба? Оданша жаңағындай ауырып тұрған шешеңе барып қарасаңшы, үйде бәрінің мазасын алдың ғой, деген сияқты қатты ұрсады. Және туған туыстың арасында осы Жансұлу үй алу үшін елдің бәрін аралап жүр деген сияқты бір ұнамсыз өсек сияқты нәрсе кетеді. Сол кезде соны естіген, мамасынан естіген, сол өсекті мамасынан естіген жаңағыдай Жансұлу ішінде, значит, мен дұрыс емес жасап жатырмын,
значит мен дүние үшін, мал мүлік үшін мен сондай бір жаман бір қылық жасап жатырмын деп сол бір ситуацияны өзіне дұрыс емес ретінде қабылдап қалады да. Бұл эмоциональный боль, яғни бұл эмоциональный травма. Содан кейін қазір мұғалім болып жүр и өте көп мүмкіндіктер туады бұған. Жаңағыдай мемлекет тарапынан үй беріледі, ипотекаға үйлер беріліп жатады, бірақ бұл қанша документ жинаса да болмайды. И сұраймын да, қалай документ, қалай жинадыңыз, қалай өткіздіңіз? Соны қараған кезде Жансұлудың, яғни түп санасы, миы документті жинайды, уже 3-4 рет қайталанған ситуация, документті жинайды, и баратын күні бармай қалады, барып тапсыру керек күні бармай қалады, или бұл барған кезде жаңағындай алатын адам болмай қалады деген сияқты мелочь ситуациялардан Жансұлу үй ала алмай келе жатыр. Сондағы түбіндегі подсознательный жаңағындай установкасы, сенімі, яғни мен үй алатын болсам, мен жаман болып қалам деген сезім, ішіндегі сезім, яғни сол ситуациялар қайталанып жатыр да. Неге қайталанып жатыр? Себебі мен айтып жатырмын ғой, Құдай бізді бір ситуациядан алып шығу үшін, біз өз өмірімізді сүру үшін, бақытты болу үшін, біз өзіміз әрекет жасамағандықтан Құдай сондай жаңағындай бір сынақтар береді да. Сол сынақ арқылы біз өзімізді табуымыз керек. Сынақ арқылы біз өзімізді жақсы көруіміз керек, өзімізді қабылдауымыз керек. Негізінде барлығымыздың ұмтылу керек нәрсе, барлығымыздың жетер шыңы, бақытты, рахат, бай, молшылық өмірде өмір сүреді адам қашан өзін шартсыз жақсы көргенде, айналасындағы адамдарды шартсыз жақсы көргенде, әлемге деген көзқарасы, әлемді шартсыз жақсы көрген кезде, яғни сен шын жүректен бүкіл өмірді, бүкіл адамдарды, өзіңді, ата-анаңды, туған туысыңды, күйеуіңді жақсы көру үшін, яғни адам шартсыз махаббат состояниесіне жеткен кезде, осы бүкіл сынақтар, бүкіл қиындықтардың барлығы сол кезде иншаллах Алланың қалауымен тоқтайды. Біз үнемі осы шартсыз махаббат, барлық нәрсені шартсыз махаббатпен қабылдау состояниесіне жеткен кезде біз бақытты боламыз. Біздің адамдардың өмірге келгендегі негізгі барар жері, негізгі баратын жері сол шартсыз өзін қабылдау, шартсыз жақсы көру, шартсыз Алланы жақсы көру, адамдарды жақсы көру, әлемді жақсы көру. Сол состояниеге жеткенше бізге түрлі сынақтар беріледі. Біз қабылдай алмай жатқан адамдар, біз ренішіміз бар адамдардың барлығы осылайша. Біз ата-анамызды қабылдамасақ, әкемізге деген реніш болса, онда ол күйеу арқылы, бастық арқылы, көрші арқылы, тіпті көшедегі бір танымайтын бөтен адам арқылы сол ситуациялар қайталана береді. Біз пока сол ситуацияны түсініп, сол адамды кешіріп, сол адамды қабылдамағанша осындай ситуациялар қайталана береді. Жаңағы түбіндегі, яғни эмоциональный боль қалдырған Жансұлудың түбіндегі больді алып тастаған кезде, ода уже ішінде боль қалған жоқ. Эмоциональды жеккөрініш, өзін жаман адам ретінде сезіну деген нәрсе қалған жоқ. Сол кезде уже оның жолы ашылды деген сөз. Обиданы не үшін жасаймыз? Что біздің өзіміздің жолымыз ашылу үшін. Яғни біз біреуге обида ұстау арқылы өз жолымызға, яғни болашақта өз жолымызға кедергілер қойып жатырмыз. Неосознанно. Кешегі наблюдатель деген техника берілді сіздерге алдыңғы сабақтарда. Сол техника арқылы аптасына хотя бы бір рет солай өз өміріңізді наблюдатель болып сырт көзбен қарап көріңіздер. Не үшін олай сезініп жүр, Умекен өзін не үшін олай сезінеді, Жансұлу өзін не үшін солай сезінеді, не үшін өмірінде сол бір ситуация қайталанып жатыр. Сондықтан да сол ситуацияларды проработка жасаған кезде, яғни жіберген кезде, бастағы қабылдап алған сенім шектеуді, яғни программаны өзгерткен кезде біздің реальностіміз, біздің өміріміз тез арада өзгере бастайды. Сосын мынандай нәрсе бар. Құдай мені жазалайды. Мен күнәһармын.
мен күнә іс жасадым, Құдай мені жазалайды. Негізінде Алла ешкімді жазаламайды. Біз өзімізді өзіміз жазалаймыз. Менде бір әйел болды, 10 жыл көтере алмай жүрген, и терапиядан кейін көтерді ол әйел. Терапиядан кейін көтерілді, бірақ ол деген өзіне өзі мастурбация жасайды екен. Бір жыл алдын мен жасамаймын деп өзіне сөз береді мастурбацияны. Болды, тоқтаттым деп сөз береді, бірақ көтерген кезде, көтеріп 2 ай болған кезде ол қайтадан сол нәрсені жасап қояды. И ол тұрады да, Құдай мені жазалайтын болды деген ана ішіндегі чувство вины оянған кезде 3-4 күннен кейін баласы түсіп қалады. Бұл деген сөз не? Яғни сізді Құдай жазалап тұрған жоқ. Сіз өзіңіздің ішіңіздегі сенімдер арқылы, өзіңіздің құндылығыңыз арқылы, өз ойыңыз арқылы өзіңізді өзіңіз жазалап тұрсыз. Чувство вины деген нәрсе, қараңыздар. Чувство вины деген нәрседен құтылу керек. Неге? Себебі чувство вины мен кінәлімін. Мен қатыгездік, мен өзіме өзім зиян жасап тұрмын, яғни мен кінәлімін, мені жазалаңдар деген толқынды сіздің денеңізден алып шығады. Қорқыныш сезімі денеңізден шыққан кезде ол опасность. Сіз қорқыныш сезімін сезінген кезде біреу сізді келіп бір зұлымдық жасайды. Тревога состояниесі болған кезде соған сай біреу келіп сізді тревожить етеді, яғни нервіңізға тиеді, өзіңізді лайықсыз сезіне бастайсыз. Әр сезімнің осындай сезімдерден құтылу керек, чтобы өмірімізге өзіміздің энергетический тело арқылы бір жаман ситуациялар тартып алмау үшін өзімізді бейшара сезімден тоқтату керек, барып проработка жасау керек, чтобы сол бейшара сезіну арқылы біз денемізден мені унижать ет, мені төменге түсір деген толқындарды бөліп жатырмыз. Сондықтан да осы травмамен жұмыс істейсіздер. Иншаллах, кім қалай жұмыс жасайды өзімен, соған байланысты результаттарыңызды алып жатасыздар. Сосын мынадай нәрсе, курсқа дейін қандай нәтиже, қандай состояниеде болдыңыз, соны өзіңіз үшін жазып алсаңыз болады. Қандай состояниеде болдыңыз, өміріңіз қандай болды, өміріңізде қандай ситуациялар болып жатыр, точкаңызды жазсаңыз болады. Потому что курсқа келіп өмірінде өзгеріс болып жатқан, осы 2 аптаның ішінде өмірінде өте керемет өзгеріс болып жатқан қатысушылар өте көп, және мен бұған сенімдімін. Әрқайсыңыз басыңызда өте керемет өзгерістер болып жатыр. Бірақ та уақыт өте келе біздің миымыз жақсы көреді обесценивать еткенді, как должное қабылдайды да. Курсқа келдім, мына өзгеріс болды, значит солай болу керек деген сияқты нормально ретінде қабылдайды. Бірақ та сіз соны точкаңызды өзіңізге жазып қойсаңыз, өзіңіз үшін жазып қойсаңыз, уже сіз курсқа келіп қандай нәтиже, қандай состояниеде келдіңіз курсқа, курстан кейін состояниеңіз, өміріңіздегі өзгеріп жатқан, қандай ситуациялар өзгеріп жатыр, соған байланысты өзіңіздің точкаңызды және точкаңызды көре алатын боласыздар. Сол кезде ужыңыз, миыңыз сізге сопротивление жасамайды, проработка жасауға, өзіңізбен жұмыс жасауға, курстың сабақтарын қарауға сізге уже кедергі жасамайтын болады. Потому что ми түсінеді да, бұл уже опасно емес, бұл біздің бақытқа апаратын жол екенін, яғни бізді бақытқа апаратын курс екенін түсінетін болады.